Баршаңызға сәлем. Қыздар, қалайсыздар? Сіздермен бүгін мынадай браслет тоқитын боламыз. Бисмилла. Дәл осылай біріне бірін біріктіру арқылы тоқитын боламыз бізге. Ол үшін мынадай карабин қажет. Мен мына цепочканы қостым. Оны сіздер өздеріңіз білесіздер. Қосқыларыңыз келсе қосасыздар. Ол өз еріктеріңізде. Бұлай қалай тоқимыз? Соны көрсететін боламын. Бұл браслет міне. Жазға қарай қыздарымызға өте сәнді. Бұны біз мынадай домалақ тоқып біріне бірін жалғастырамыз. Міне ең біріншісін осындай домалақтан бастайтын боламыз. Міне ең біріншісі былай басталады. Міне дәл осылай домалақ. Менде мына жерде 36 бисерден тоқыған болатынмын. Ал мынау бізде үлкенірек, бұған қарағанда үлкендеу міне. Бұл жерде менде 46 бисерден тоқыдым. Міне ең біріншісін осылай домалақ қылып бастаймыз. Бұл Конго деген сырға бар. Сол сырғаның тоқылу әдісіменен тоқыған болатынмын. Қазір сіздерге соны көрсететін боламын. Дәл осылай алқа жасасаңыздар да болады. Міне былайынан алқаға да өте әдемі көрінеді. Қолда браслет қылғанға да өте әдемі көрінеді. Бүгін осыны жасайтын боламыз. Бұл үшін біздерге қажеті екі түрлі бисер ғана қажет. Мен мынандай сары алтын түсті бисер алдым және мынадай бронза түсті бисер алдым. Мынау сәл былай төртбұрышты неге рубкаға ұқсас келеді. Домалақтау. Ал мынау менде тоқы. 15-ші номерлі тоқы бисер. Бұл майда доп домалақ. Және мен жіптен тоқыдым. Капрон жіп. Капрон жіпті үзу өте қиын. Сол себепті осы капрон жіппен тоқыдым. Ал онда бастайық. Мінекей қыздар, ең бірінші жібімізге бұлай 46 бисер өткізіп аламыз. 46 бисер өткізіп аламыз. Сосын бұны жіптің ұшына дейін алып келіп, дөңгелек етіп байлайтын боламыз. 2-3 рет байлаймыз, шешіліп кетпес үшін. Бисерларыңыз шатасып бөлек байлаған жіптеріңіздің ортасына кіріп кетпесін, байқалаңыздар. Дәл осылай домалақ етіп жібімізді байлап аламыз, бисерлерімізді. Кейін ине жібімізді бірінші бисерден өткізіп аламыз. Түйініміз ішінде қалып кету үшін. Енді кешіресіздер, кірпіш қалағандай етіп тоқып шығамыз, айналдырып міне. Жібіміз шығып тұрып, біреуін қалдырамыз, келесінен өтетін боламыз. Міне, өткізіп шықтық міне. Тартылған кезде міне осындай болады. Төртбұрышты ромбик болады. Келесі бисерімізді аламыз. Жібіміз шығып тұр. Бұл жерден емес, міне жіп шығып тұрған бисерден емес, бір бисерді өткізіп, келесі екінші бисерден өтетін боламыз. Тағы бір көрсетіп жібере салайын. Бір бисерімізді алдық. Жібіміз шығып тұрған бисерден емес, келесі бір бисерден өтеміз. Жіп шығып тұр, келесі бір бисерді өткіздік, одан кейінгі екінші бисерден өтетін боламыз. Дәл осылай тізбегіміз аяқталғанға дейін дәл осылай айналдырып тоқып шығатын боламыз. Қыздар, міне айналдырып шықтым. Айналдырып шықтым барлығын. Сіздерде де дәл осылай болу қажет. Айналдырып шықтық. Енді инемізді, міне жібіміз ең бірінші бисерімізді тұр. Бұны біз жанындағы бисерден өткізіп алатын боламыз. Сосын екінші түсті бисерімізді
бір бисер алып, мына бір бисерін алып, мына кейінгі қосқан бисерлерімізден айналдырып, екі ортасына өзге түсті екінші түс бисерімізді қоятын боламыз. Мына бір бисер, бір бисер, бір бисер, дәл осылай барлығын айналдырып шығатын боламыз. Қыздар, мен ең соңғысына келдім. Осы жерде міне бір бисерімізді алып, міне мұқият болыңыздар. Міне соңғы бисерімізден өткіземін. Міне өз орнына тұрды. Келесі мына беттегі қатарға өтуіміз қажет. Ол үшін мына жерде ортадағы бисерден өтемін. Екі жақты біріктіріп тұрған ортадағы бисерден өтемін. Келесі мына беттегі шеттегі бисерден өтетін боламын. Екінші бетіне өттік. Бір бетімізді толық жасап шықтық. Енді мына екінші бетінде дәл осылай толық айналдырып шығатын боламыз. Дәл осылай. Бірінші бисеріміз міне. Екінші бисеріміз. Дәл осылай екінші рет айналдырып шығатын боламыз. Қыздар, мен тағы да ең соңғы бисеріме келдім міне. Тағы бір бисерімді аламын. Ең соңғысын өтемін. Жібімді бірінші мынау тұрған, ең бірінші алған бисерімізден өтетін боламын тағы. Осы жерде енді дәл осылай екінші қатарын жүріп шығатын боламын бисер. Енді мына жаңағы өзіміз тіккен қосқан бисерлерден өтетін боламыз. Бір бисер арасынан бір бисер қосқан тіккен бисерлерімізден өтетін боламыз. Дәл осылай айналдырып шығатын боламыз. Мен тағы соңғысына жеттім. Соңғысын сіздерге көрсетем тағы. Соңғы бисерімізді аламыз. Мынау бірінші қатардағы бисеріміз. Мынау қазіргі қосқан екінші қатарымыз. Осы бірінші қатардан өтеміз соңғы бисерімізді. Жібіміз осы жерде қалды. Біз осы сақинамыздың бір шетінен екі қатар жүреміз, бір шетінен үш қатар жүретін боламыз. Жібіміз бірінші бисерімізден шығып тұр. Оны біз екінші бетке өту үшін қайтадан ортасындағы бисерлерден айналып, арасынан өтіп, шеткі бисерлерімізге қайта шығатын боламыз. Бүлдіртпей, жайлап, қана сырғып, осылай жылжып, екінші қатарға өтетін боламыз. Көрдіңіздер ме? Шетке келдік. Енді мына бисерімізден өтеміз. Осы жерден өтеміз. Қараңыздар, қандай әдемі. Сақина қылып қалдырып қойсаңыздар да болады. Осылай сақина қылып тоқпасаңыздар да болады өздеріңізге. Әдемі. Біз енді осы екінші бетінен үш қатар жүретін боламыз. Дәл осылай үш қатар айналдырып жүретін боламыз. Қыздар, соңғы бисерімізге жеттік. Соңғы бисерімізді аламыз. Міне 2-3 қатар жүрдім берден. Міне соңғы бисерімізді өткіземіз. Енді мұқият болыңыздар. Міне қараңыздар, мен жібім. Мына жерді қараңыздар, міне 1, 2, 3. Мына шетінде 1, 2. Мына жақта 1, 2, 2 қатар. Мына жақта 1, 2, 3. 1, 2, 3. Мына жақта 1, 2. Енді мынау дәл ортасында шығып тұр жібіміз. Бұны былай жасаймыз.
ортасынан майыстырамыз. Домалақ ету үшін міне дәл осылай майыстырамыз. Міне жібіміз ортасында шығып тұр. Мына биік болып тұрған ұштардан міне бисеріміз биік болып тұрған ұшымызға міне өтіп аламыз. Бірінші ұшымызға өтіп аламыз, биік болып тұрған. Майыстырамыз мынаны ішке қарай. Мына ұштарын біріне-бірін түйістіреміз. Міне сол кезде мен қазір бергі беттегі бір бұрыштан зигзаг есебінде өтетін боламын міне. Келесі мына бұрыштан өтемін. Келесі бергі бетте зигзаг етіп біріне-бірін міне. Біріне-бірін тігетін боламыз. Біріне-бірін жақындатып. Қазір мен қатты тартпай тұрайын, осылай көрсетейін сіздерге міне. Міне бергі ұшынан. Сонда мына жердегі мына сызықтары бірімен бірі түйіседі. Міне көрдіңіздер ме? Міне ұзын сызық, мына жерде ұзын сызық. Қазір мына жақта тігем, бұл жерде де ұзын сызық пайда болады. Міне жылыштып мынаны майыстырып отырамыз былай міне. Жіптеріңізді қатты тартып отыруды ұмытпаңыздар, тарқатылып кетпесін. Міне мен қазір мына жаққа барамын. Одан қайтап бергі жаққа келемін міне. Дәл осылай бүкіл айналдырып тігіп шығатын боламыз. Міне достар, соңғы бисерларымды тігіп жатырмын міне. Соңғы жағына келген кезде өз қиындау болып қалады сәл. Қолдарыңызбен қысып отырып тігесіздер енді. Түзетіп қоямыз. Арасына осылай бір затты осылай тығып домалақтап қойсаңыздар да болады мұны. Ақ сарғыш түсті бисеріміз ортасында тұр міне. Қалған шет жақтарында бронза түстес бисеріміз. Енді осы жерде мен бастап міне карабин таққанда бұлай колечко жасаған болатынмын. Дәл осылай колечканы осы жерде жасап кететін боламыз. Карабин тағатын. Ол үшін бисеріміз енемізге 3 4 қашып кете бергеніз бәрі 5 бисерімізді өткізіп аламыз да, жібімізді үзбей тұрып, міне қимай тұрып, екінші бетінен өткізіп аламыз. Мына жерде жарық көп болған соң маған шағылысып онша көрініңкіремей тұр. Міне. Дәл осылай жіпті қаттырақ тартып, дәл осылай міне ілгіш жасап аламыз. Бұл ілгішімізден де 2-3 рет өтіп аламыз арасынан. Жаңағы таққан қыстырған бисерларымыздың арасынан өтеміз. Екі-үш рет өтеміз, беріктеу болу үшін. Капрон жібіміздің өзі берік. Қолменен былай тартқанға онша үзіле қоймайды. Сонда да 2-3 рет өткізіп алғанымыз дұрыс.
Дәл осылай өткізіп, жібімізді осы жерде түйіндеп, бисерларымыздың арасынан өткізіп, жібімізді түйіндеп, алыстатып алып кететін боламыз. Былай қарай жасырып алып кететін боламыз. Осы жерде қиып, зажигалкада былай күйдіріп қоямыз жібімізді. Тарқатылып кетпейді, міне. Домалақтап қоямыз. Жаңағындай формасын жоғалтпас үшін. Енді осында карабинімізді тағамыз. Ой, басқа карабин екен. Ой, колечкамыз. Осылай колечкамызды өткізіп, карабинімізді тағатын боламыз. Қыздар, енді келесі дөңгелектерімізді, колечкаларымызды бір-біріне қалай жалғастырамыз? Бұны бір-біріне жалғастыру үшін келесі 46 бисерімізді жіпке тізіп аламыз. 46 бисерім. Осылардың бәрін жіпке тізіп аламыз да, осылай жіптің соңына дейін алып келеміз. Сөйтіп, мына жақта тоқып отқан браслетіміздің ортасынан былай жіпті өткіземіз. Дәл осылай жіпімізді өткізіп аламыз да, ілмектеп, осы жерде ілмектеп байлаймыз. 2-3 рет байлаймыз, шешіліп кетпес үшін. Бисерларымыздың барлығы қадағалап отырыңыздар, шетте қалып кетпесін. 46 бисерімізді осылай өткізіп алып, 2-3 рет ілмектеп байлайтын боламыз. Шешіліп кетпес үшін 2-3 рет қатты қылып байлаңыздар. Осыдан кейін дәл осылай байланып қалады. Осыдан кейін барлығы баста осы колечкамызды тоқығандай етіп, басынан тоқи бастаймыз. Бәрі қайталана береді. Ең бірінші түйініміз шешіліп кетпес үшін байлап алдық. Бір бисерімізден өткізіп аламыз, дәл солай. Сосын біртіндеп отырып, осылай бір бисерімізді алып, біреуін қалдырып, екіншісінен өтіп, кірпіш қалағандай етіп, барлығын қалап, айналдырып шығатын боламыз. Дәл осылай, жібіміз шығып тұр, біреуін қалдырамыз, келесінен өтетін боламыз. Дәл осылай, барлығын осылай айналдырып шығатын боламыз. Қолдарыңызға керек ұзындықта тоқи бересіздер. Ең соңында, дәл осы сияқты жасайтын боласыздар. Дәл осылай жасап, екінші бетіне қоясыздар. Сол кезде, қазір алыстатайын, білектеріңізге де әдемі тағылып тұратын болады. Менімен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Істеріңізге сәттілік.